Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге ашытқысыз өте тәтті болып жасалатын пончиктер рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға 300 мл сүт құямыз, бір жұмыртқа қосамыз. Татымына қарай тұзымызды қосамыз және де 5 ас қасық қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызға жарты шай қасық ас содасын қосамыз. 3 ас қасық пісте майымызды қосып, массамызды жақсылап араластырып аламыз. Керегінше ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз дайын болғанда кішкене жабысқақтау болуы қажет. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, жайып шығамыз. Кішкене қалыңдау етіп, қалыңдығы 3-5 мм болатындай етіп жайып шығамыз. Дөңгелек формамызбен қамырымызды кесіп шығамыз. Менде стакан болды, стаканмен кесіп шықтым. Артылған қамырды шетке алып қоямыз да, дөңгелек қамырларымыздың ортасынан кішірек дөңгелек формамен тағы да кесіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Дайын болған пончиктерімізді құрғақ салфеткаға майы сіңу үшін қоямыз. Барлық пончиктерімізді қуырып болғаннан соң, шоколадтарымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Суыған пончиктеріміздің бір бетін шоколадқа малып, шетінен дайындап қоя береміз. Видеода көрсетілгендей кезек-кезек шоколадтарымызға батырып шығамыз. Бетіне әсемдік үшін түрлі посыпкаларымызды сеуіп сәндейміз. Міне осымен біздің тәтті пончиктеріміз дайын. Өте дәмді әрі өте әдемі пончиктеріміз кез келген балалардың көңілінен шығары сөзсіз. Сондықтан сіздер де менің рецептім бойынша жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.